Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Қанша айдың жүзі болып кетті, өзім ұзақ демалыстан енді қайтып оралып жатырмын. Мені іздеп жатсыздар, уайымдап жатсыздар, көп рахмет. Мені енді бүгін шыға салысымен, тағы да байбалам салғым кеп тұр. Ұрсатындарыңыз бар, сен ақ жаңағы шұғыл дейсің, байбалам дейсің. Ондай демеске болмай тұр, естіп жатырсыздар ендігі Мұхтар Аблязов балдарыңызға, ағаларыңызға, інілеріңізге басына мені осындай қауіп төніп тұр. Оны бәр жер айтып жатыр, бәр жерде сарнап жатыр, айтылып та жатыр. Мұхтар өзі де шығып жаңағы айтып жатыр. Қазір енді оның сол 2 ай апелляцияға уақыты бар, ол ешқайда қашпаймын деді. Қанша жерден жаңағы ұсыныстар оған түсіп жатыр, шетке шығуға, мында шығуға, анда баруға, бірақ ол кісі сол жерде отырып аяғына дейін күресемін дейді. Міне енді елім деп еңіреп тұрған ерімізді ел болып біз қолдасақ сол құба-құп болар еді. Міне қаншама белсенділеріміз түрмеде жатыр торығып, оны ана тажалдардың қолынан суырып ала алмай отырмыз. Ең болмаса осы шетте жүрген, күресіп жүрген, күресін тоқтатайын деп отырған жоқ, осы Аблязов балдарыңызға қолдау көрсетіңіздер, бауырымызға, ағамызға, інімізге, қазағымызға. Несін бәрін термейік. Осы неше келіп жатыр жаңағы маған жазбалар, бәрін артын қазбалап, артын ізденіп, оның бәрін ысырып қоя тұрыңыздаршы. Мұны бүгінгі күні көріп отырсыздар ғой. Ол Тоқаевқа жұмыс істеп жатқан жоқ, Назарбаевқа жұмыс істеген жоқ, қазағым деп шырылдап жүрген қазақтардың бірі. Сол үшін сіздердің қолыңыздан не келеді, бізден не келеді, бізге неге айтатын дейтін кісілерге айтарым. Мұны сіздердің қолыңыздан осы бейне жазбаны тарқату келеді. Сол бейне жазбаға өз аттарыңыздан болмаса да жалған аккаунт ашып, Мұхтар Аблязовты қолдайтындарыңызды, Мұхтар Аблязовтың қазақ халқына керек екенін, қазақ халқына тікелей ешқандай да ол кісінің зияны жоқ екенін, пайдасынан бөлек, міне осының бәрін айту сіздердің қолдарыңыздан келеді. Мұны байқасаңыздар, менің жаңағы YouTube арнамның да кішкене жұмысы ақсаңдады, оған шабуылдар көбейді. Мұны сол шабуылдарды азайту үшін лайктарыңызды аямай бассаңыздар, таныстарыңызға тарқатсаңыздар. Сергіжан Біляш айтпақшы, 66 апаларыңа, 77 жезделеріңізге тарқатып, осындай бейне жазбаларды отырсаңыздар, осы қолдарыңыздан келеді. Сіздерге көп рахмет. Ал қазағым, мүлгімеңдер, қалғымаңдар. Мен алдында да айтқанмын, қандай атты күндер келе жатыр деп. Міне сол қандай атты күндер келе жатыр. Тоқаевтың соншалықты тығырыққа жаны тығылғаны, кеше Макронға барып аяғына жығылғаны, мынау Аблязовты беруіне. Аблязов оның енді міне қанша жылдан бері күресіп келе жатыр, қолдарын жеткізе алмай жатыр. Бірақ ойлаңыздаршы, қаншама қыруар ақшаны шашып, осы бір Аблязовты алу үшін. Көрдіңіздер ма? Бұл нетін дәлелдейді? Бұл ол биліктің, ол Тоқаевтың әлсіздігін дәлелдейді. Көрдіңіздер ма? Мұхтар Аблязовтың аузынан шыққан сөзінен қорқып отырғанын дәлелі. Мұхтар Аблязовтың өзі былай тұрсын, аузынан шыққан әрбір сөзінен қорқып отыр. Қазақ соны тыңдап отырғанын. Қазақ тілділер де, орыс тілділер де бәрі бүгінгі күні қолдап отырғанын көріп, Тоқаев өз-өзіне сенбей, қайткен күнде де сол Аблязовтың көзін жоюға қаншама қыруарларды, ақшаны шығындап, сол Макронға барып, осындай аяғына жығылып отыр. Халқым, қолдаңыздар ұлдарыңызды. Ұлым деп тұрған ел болмаса, елім деген ұлдарымыздан айырылып қаламыз. Сол үшін айырылып қалмай тұрып, қолымыздан келгенше, бәр мүмкіндікті жасап көрейік. Осындай желілерде жариялайық. Тарт қолыңды Тоқаев Аблязовтан деп. Аблязов қазақ халқына керек. Қазақ халқының көкірегін оятып жүргендердің бірі.
соны бәр жерде жариялайық. Мына менің видеома лайкты басып, комментарийларыңызды аямастан жазып, тарқата отырыңыздар. Сол үшін көп рахмет сіздерге. Бірігіңіздер. Бірлік бар жерде, тірлік бар. Бірігіп, бәріміз бір ауыздан ОДБК-дан шығатынымызды, ОДКБ-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейді еш жағынан да қолдамайтынымызды, Украинаға Ресейдің ашқан соғысына түбегейлі қарсы екенімізді бәр жерде жариялайық, бәр жерде насихаттайық. Бірігейік халқым, бір болайық, бір болып ұры жүйені түп тамырымен жұлып алып тастап, өз батырымызды сол таққа отырғызайық. Алға қазақ елі!